әшеке, шашып нұрын көз тартар, тасып жатқан салтымен ғасырлардан сыр айтар. Мынау не? Қызым, бұл қазақтың әшекей бұйымы алқа. Бұны қазақ қыздары кеуде тұсына әдемілік үшін, сұлулық үшін тағатын болған. Ал мынау қазақтың ұлттық бұйымы сырға. Сенде де бар. Қазақтың ою өрнектерімен әсемделген әдемі сырғаны қыздар бойжеткендер тағатын болған. Қызым, қазақтың қыздары, әйелдері шаштарының ұшына қазақтың бұйымын шашбауды тағатын болған. Шашбау қыздардың шашының өсуіне ықпал етеді. Көркемдік, әдемілік сыйлайды. Міне қарашы, сенің де шашыңа әдемілеп шашбау тағамыз. Анашым қандай әдемі болды. Иә, қызым, менің де шашымда шашбау бар. Мынау не? Қызым, бұл бізде қазақтың әшекей бұйымы білезік деп аталады. Әйелдер, апаларымыз қолдарына осындай әдемі білезікті тағып жүретін болған. Ал бұл қазақтың ұлттық бұйымы шекелік. Қыздар бұны әсемдік үшін маңдайына тағатын болған. Қараш, қызым, қандай әдемі. Қыздардың сұлулығын, ажарын одан бетер осы шекелік ашады. Қандай әдемі болды. Ал мынау болса, біздің қыздарымыз қолына таққан. Кәнтауға қояйық қолыңа. Қандай әдемі қазақтың қыздар екенін білдірген осы қазақтың ұлттық әшекейлері арқылы, осы әшекей арқылы біздің қазақ қыздарымыз сұлу болған. Қандай білезігің әдемі, саған ұнады ма? Әшекейлер қалай жасалады? Ертеде түрік халықтары әшекей бұйымдарды алтыннан, күмістен жасайтын болған. Түрлі пішіндес 3 бұрыш, 4 бұрыш етіп жасайтын болған және арнайы асыл тастармен безендірген. Қызым, енді мен сені арнайы мұражайға барып, әртүрлі әшекей бұйымдарды көрсетемін. Бірге барып танысып көреміз. Жарай ма? Бірге зергер орталығына барып, осы әшекейлердің жасау жолдарын көреміз. Анашым қандай әдемі. Иә, қызым, қараш, қазақтың ұлттық бұйымдарының көп түрлері бар екен. Жүзік, сырға, білезік, алқалар бар екен. Саған ұнай ма? Анашым, менде де сыбақ бар екен, қараңызшы. Иә, қызым, сенікіндей қызыл тастарымен әшекейленген әдемі сырға бар екен. Асыл мұра әшекей, шашып нұрын көз тартар, тасып жатқан салтымен ғасырлардан сыр айтар. Сылдыр қағып шашбауы, бұрымдының бастауы, қолаң шашты өрімнің сәнін берер бақпауы. Қолаң шашты өрімнің сәнін берер бақпауы. Тұмаршасын баланың таққан оған анасы, қорғанышы болсын деп сенім берген санасы. Гауһар тасты сырғасы, алтын жүзік алқасы, шежіресі дәстүрдің мәні терең мұрасы. Шежіресі дәстүрдің мәні терең мұрасы.